Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ шығады. Ең алдымен бір ыдысымызға нанымызды салып, үстіне сүтімізді құйып, нанымызды жібітіп қоямыз. Нанымызды жібітіп қойғаннан кейін бір ыдысқа фаршымызды саламыз. Сосын пиязымызды, сарымсағымызды үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізіп болғаннан кейін нанымызды қолмен езіп жібереміз де фаршымызға саламыз. Нанды бұлай жібітпей, блендермен ұсақтап алып, фаршыңызға азырақ сүт құйып жіберсеңіздер де болады. Мұзды қолмен езіп жібергеннен кейін жұмыртқамызды, тұзымызды, қара бұрышымызды салып, барлығын біркелкі масса қылып араластырып аламыз. Фаршымызды біркелкі қылып араластырып болғаннан кейін газге сковородкамызды қойып, азырақ пісте майымызды құйып, щетканың көмегімен жан-жағына жағып жібереміз. Май көп құюдан қажеті жоқ, азырақ құйсаңыздар жеткілікті. Мен осындай гриль сковородкаға қуырып аламын. Сосын фаршымызды котлеттің формасына келтіріп, сковородкамызға қойып қуырамыз. Котлеттеріміздің бәрін табамызға салып, тізіп шығамыз. Сосын екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Котлеттеріміз жақсы пісу үшін азырақ су құйып жіберіп, 10 минут қайнатып аламын. Осымен котлетіміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі керемет шығады. Гарнирге өз қалауларыңызша дайындасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.